Муфти мәселесін алып қарасақ, муфти ол енді басшы адам, әділ адам, дауды шешетін адам, елді бірлікке шақыратын адам. Сондықтан мынау бұрынғы муфти сайлауында өрескел қателіктер кеткені ол рас. Сондықтан енді өткенге салауат. Ендігі сайлау өте әділ өтсе екен, құрылтай әділ болса екен деген ниетпен жүгіріп жатқан жағдайымыз бар. Енді нақтылап айтсақ, осы қазіргі муфти Наурызбай Тағанұлы, бұл кісі таза дін саласының маманы емес. Біздің ойымыз мына муфтиге таза дін саласының маманы болса екен, дін адамы болса екен деген ойымыз бар. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жарғысына муфти таза дін адамы болу керек деген бапты енгізу керек. Өйткені енді басқа саланың адамын муфти етіп тағайындауға болмайды. Солай ғой, Жеке? Енді біз бұл туралы нақтылы білмейміз ғой. Жаңағы осы таза дін адамы емес деген жерін ашалап айта кетсеңіз. Ашалап айтқанда, мысалға, осы қазіргі муфтиді мына дін саласынан кеткен адам. Дін саласынан кетіп, Қазақстан Республикасының дін істер басқармасында 2 жыл жұмыс істеген. Яғни мемлекеттік адам. Соны айтып отырмын мен. Енді жалпы осы мүфтиді кім тағайындайды? Муфтиді жоғарғы жарғы бойынша жоғарғы орган құрылтай болып саналады. Сол құрылтай тағайындайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жоғары деңгейде өтетін құрылтайының сайлауменен діни басқарманың мүфтиі сайланады. Дауыс беру жолымен сайланады ма? Дауыс беру жолымен сайланады. Ал енді сіз әділетсіз болды дейсіз, немесе жаңағы дін адамы емес билікке келді дейсіз, сонда жаңағы өткен құрылтайлардың әділетсіз болғаны ма сіздің айтуыңыз бойынша қалай болған? Әділетсіз болды. Мысалы нақтылы бір дәлелдермен айта аласыз ба оның енді кейбір себептерін? Өйткені қаншама көрермендер қарап отыр, тыңдап отыр. Яғни ол дәлелі былай ғой. Таза, мен қайталап айтам, таза дін саласының маманы. Осы дін саласында отымен кіріп, күлімен шыққан адам муфти болу керек. Енді жәнегі Қазақстан Республикасының дін істер комитетінде 2 жыл жұмыс істеген адамды қайтадан дін саласын алып муфти етіп сайлау ол дұрыс емес. Көрдіңіз ба? Сондықтан екінші мәселе, мысалға құрылтайда бірыңғай имамдар барады. Бірыңғай имамдар құрылтайға қатысады. Яғни 250-300 адам деп есептейік әрбір облыстардан. Сонда ол имамдар муфти тағайындаған бұйрығы бар имамдар. Ал муфти тағайындаған бұйрығы бар имамдар муфтиді қалай сайлайды? Басыбайлы бағынышты. Оған кандидат кім ұсынады енді? Кандидат ұсыну мәселесі тетігі әлі қаралған жоқ. Жалпы мынау жарғы негізі піспеген жарғы. Сондықтан бұл құрылтай дұрыс болу үшін, сайлау дұрыс болу үшін ең бірінші менің басты ойым мына жарғыны өзгерту керек. Сонда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жарғысы, ұстабы дұрыс емес, немесе осы сайлау процесінде жүретін жаңа құрылтайдың сайлауында көптеген түйткілдер бар демекшісіз бе? Соны таратып айтып кетсеңіз. Бұл жарғы енді ескірген жарғы деп айтуға болады. Заман талабына сай жаңа жарғы жазып шығару керек. Енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Сондықтан бізде де мына заман талабына сай жаңа жарғы жазылу керек. Енді мына діни ұстаным жағынан қараған кезде, осы жарғылар қараған кезде басқа дамыған елдердің, мысалы Саудия Арабия, Түркия сияқты осы дінді біршама өркендетіп отырған елдердің осы діни саласындағы жаңағы біз озық ойларын, немесе осының жаңағы олардадағы жаңағы осы имамдарды қалай тағайындау туралы жарғылары бар шығар. Соларды негіз етеміз бе? Онда біздегі өлшем не? Жалпы бұл жарғының сүйенетін негіздемесі не? Жарғының сүйенетін негіздемесі дегенде
мысалға мынау диктаторлық дейді ғой. Диктаторлық жүйеге жол бермеу керек. Көп отыру мәселесінде. Сондықтан қазіргі жарғыға жазылатын бір бап бір мерзімге ғана сайлану керек. Муфти. Бір мерзімге сайлану мерзімі қанша жыл? 5 жыл. 5 жыл. Енді бізде мысалға демократиялық жағдайға көшіп жатырмыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы мынау президенттік өкілеттілікті бір мерзімге қойды. Солай ғой. Жаңа реформа жасап жатыр. Сондықтан бізде мынау дін саласына осындай жаңа реформа әкелу керек. Ол заман талабы деп мен ойлап Сонда сіздің көзқарасыңыз біздің мына мемлекеттік жаңағы сайлау түзімізде өзгеріс болған сияқты діни басқармасының жарғысыменен осы сайлау түзімінде де белгілі өзгеріс, жаңалықтар, реформа болу керек дейсіз ғой, солай ма? Әрине, солай. Ал жаңа бір сөзіңіз түсініксіз болып қалды, сіздің мына мүптиге қаратып ол дін адам емес деген. Мысалы Наурызбай Қажы Тағанұлының енді біз сұхбаттарын тыңдап жүрміз, жұрт алдындағы жаңағы уағыз сөйлеген сөздерін тыңдап жүрміз, кітаптарын оқып жүрміз. Былай қарасақ енді ол кісіден бір сауатсыздық бейнесі ешқандай білінбейді. Ал сіз оны дін адам емес дедіңіз. Сонда ол дін адам емес болатын болса, ол қалай сайланып, қалай тағайындалып кетті деген мына көрерменнің көңіліне бір түйткілдер ұялап отырған сөзсіз. Енді таза дін саласының маманы емес деп айтуға болады. Таза дін саласының адам. Ортасында жаңағы дін істер басқармасында істеп кетті. Сол мәселе. Екінші мысалға бұл анализ жасаған адамдар бар. Теолог ғалымдар былай деп айтып отыр, біз муфтиге жарымадық деген мақала шықты теолог ғалымдардан. Неге? Осыған сүйеніп отырмыз. Сонда өйткені жаңағы таза діни салада пісіп қайнаған адам болу керек деген негізгі қағидаға келісіп отырмын мен. Сонда сіздің таза діни адам деп отырғаныңыз әлде де таратып айта алмай отырсыз. Ол дін саласында оқып, дін саласында білім алып, дін саласында жұмыс істеген дегенді білдіреді ме? Жоқ, таза адам емес дегенді білдіреді ме? Бұл жерде сәл сіз әлі аша алмайсыз. Ашып айтқанда, таза сол дін саласында медресе оқып, мешіттерде бірыңғай жұмыс істеп, бірыңғай дін саласында қызмет істеп келе жатқан адам болу керек. Енді ыңғайсыз болса да осы жерде халық ішінде бір сұрақты да қосып айта кетейік. Енді біздің тақырыбымызға бір тереңдей қатысы да жоқ шығар, сіздің айтып жүрген уәжіңізге де қатысы жоқ шығар. Ол жаңағы осы діни басқармадағы тағайындалатын мүптилерді тек қана жаңағы демократиялы сайлау құрылтай өзі бекіте алмайды. Оның жаңағы түйткілдері бар. Мысал үшін оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің бекітуінен өтеді дейтін халықтың өзі қарапайым әңгімелері болады. Сондықтан да осындағы көптеген түйткілдердің өзіңіз білетін, өзіңіз имам ретінде жұмыс атқарған сала болғандықтан сіз енді оны біледі деп ойлаймыз. Сол жағын таратып айтып кетсеңіз, сонда жалпы қалай енді жаңағы не үшін сіздің ойыңыз бойынша болғанда дін саласында таза істемеген адам бірден діни басқарманың басшысы болып қалды, немесе қаншама уақыттан бері қарай құрылтайлар не үшін әділетсіз өтті? Бұның жалпы себебі неде? Енді жалпы енді мен тағы да айтамын, Жаке. Өткенге салауат. Енді өтті кетті бәрі. Мүмкін заманның талабына сай солай болғанда шығар. Ал дәл қазір енді алда болатын құрылтай. Енді оның алдағы құрылтай қай кезде өтеді? Алдағы құрылтай негізі жарығы бойынша ақпан айының ортасы болу керек. Осы 2025 жылы ақпан айының ортасында кезекті жаңа діни басқарманың Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрылтайы өтіп, сонда мүптиді қайтадан сайлауға салу керек. Сайлауға салу керек. Енді өткенге салауат деп жаңаша осы бір құрылтайды дұрыс өткізу керек деген. Ал құрылтай басталмай жатып, оның жаңағы текемейізі көрінбей жатып, сіз ол әділетті өту керек деп айғайлауыңыздың себебі неде? Өйткені мынау құрылтай алдын ала жарияланбайды. Құрылтайдың өткенін халық білмей қалады. Имамдар біздің де өзіміз білмей қаламыз. Сол ертеңінде кім мүфти болғанын ғана біліп жатамыз. Сондықтан демократиялық жағдайда сайлау ғой. Сондықтан демократиялық жағдайда алдын ала кемі бір ай бұрын баспасөз беттеріне жариялау керек.